-5 килограммға арықтау үшін бүгін мен қандай таңғы ас жедім? Видео ұнаса парақшама тіркеліп алыңыздар. Қара нанды 2-ге бөлеміз. Екеуін қосқан кезде менде 70 грамм шықты. Егер қара нан болмаса, онда ақ нанды да пайдалансаңыздар болады. Кез келген ас көкті майдалап тураймыз. 100 грамм ірімшікке 1 жұмыртқаны жарып, ас көкті қосамыз. Үкіштен сулугуни ірімшігін өткіземіз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазын төсеп, 2 нанды қоямыз. Үстіне жаңағы салманы теңдей етіп жағамыз. Пеште 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Мен одан көп ұстап қойдым, сол үшін кішкене күйіп кетті. Оған қарамастан өте дәмді болып шықты.